Не болып қалды? Баланың қалай? Жақсы, әйгерге ауруханаға барып келген. Келіңізші, кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Не сіздер? Мына кісі кетемін деп айбаланы салды. Кетіп қалса сен ренжіме деп алып кетіп осында. Аға, жолыңыз болсын. Бұныңыз не? Кетемін. Бұл аға, сізге не болған? Ашулысыз ғой. Алматыны аралатып, демалыс орындарына апарам ба деп едім. Керегі жоқ. Демалыс орындары дейді ғой. Оға, сізге не болған? Бізге ашулысыз ғой. Сен маған бауырсың ба, бауыр емессің бе? Соны айтшы. Сіз маған бауыр емес, әкемсіз. Әкемнің інісі болғандықтан әкемдей көремін. Ендеше мына көрсеткенің не? Үйлеріңе келгелі 2 күн болды. Маған көңіл бөлмейсің. Бірі дастархан басында бірігіп тамақ ішпедік. Мәселе қайда жатыр? Маған ренжіп екенсіз ғой. Жақсы, бірақ бізде жұмыс қой. Енді бұған ренжімейсіз. Үйтпей пазданбай-ақ қой. Бәрің майда сөйлей бермейсіңдер. Інім бар деп, көкпақтан ашып қойныма сыймай кетсем. Сөйлескім келмей жүргеннен емес, жұмыс қой. Сізді біздің үйде жатып бір ай демалама десем? Мен ауылда да жатып демалам. 2 күнге жарылып кете жаздадым. Бір айға екен. Аланы ше олмай деміз. Қай шеуін? Әне, бұл үйіне кім келіп кім кетіп жатқанын да білмейді. Табалықтарын аттағалы 2 құлақтарын бітеп, көздерін жұмып алады. Аланы ашып бала ше. Біреуі менің ортаншым, екеуі ауылдағы скретчі мен апрелеш қоспанның баласы. Олар сендерге алыс емес, жақындарың. Олар не? Өздерін келгенмен қоймай, ағайын туыстерді әкелсіңдер. Ұят емес пе? Оғо, бұл тек өз туыстарына ғана ұқсайды ме? Неме, кабинетіңіз қады болсын ба? Бұл сенің аузыңнан шығатын сөз емес. Бұл менің кабинетім емес, мемлекеттікі. Бұндай шаруаны үйде де айтуға болады. Сыртта көп адам күтіп тұр. Күтсек те берсін. Айтпақшы, Городова хабарластың ба? Жоқ, уақытым болмады. Ертең бір күн хабарласамын. Көрдіңіз бе? Бұл ініңіздің бар тірлігі осы. Бір жатта болған сөзі уақыт жоқ дейді. Ортаншы баламыздан пионерлік лагерьге жіберу керек. Ертең баратын лагерь ана күнде көріп жүрген өзімізден қапал емес па? Көрші аудан. Оған жіберуге қалай ертең барады? Жоқ, саған сенсең далада қаламыз. Қайтадан коронаны бері. Оны қайтпексің? Хабарласам. Міне. Ой, деймін, ұят болады. Ұят ештемесі жоқ. Алло? Сәлеметсіз бе? Бастықтарыңыз орында ма екен? Мені байланыстыра қойшы қарағым. Амансың ба? Танымадың ба? Қалдарың қалай? Жақсы, барлығы рахмет, жақсы. Ой, ол жұмыста ғой, таңның атысы, кештің батысы сонда жүреді. Әрине. Осы ғылыми жұмыста бар, қолы келмей жатыр. Саған хабарлас дегенмен жартайдың күні болды уже. Күндертең деп ұятқа қарамай өзім хабарласып тұрмын еді. Шаруа болғанда бір арзым айтқаны нәрсе ғой. Анау мектеп, біздің баланың мектептен каникулға шыққанына 1 ай болды, өте жатыр. 5-6 күннен кейін мектеп сол лагерьге жібереді екен. Қапалға. Қапалға. Қайтеміз, әкесінің пысықтығы. Бұл тамаша болды ғой, әрине. Қашан жібереді екен? Әрине, жақсы. Группасында көп бала екен, аз бала. Азырақ бала жақсы. Көп бала болса солардың артынан жүріп, оларға қарап. Керемет, жақсы, көп рахмет, әрине. Ертең өте өзім кіріп шығам ғой саған, жақсы, аха. Жарайды, бүгін кешкі кетесін әкелі. Онда ештеңе болса өзім кетесін. Ой, не істеуге аласың? Кірді, айтып шық. Жақсы, аха, жақсы, рахмет, сау бол. Аха. Саған сәлем айтып жүр.
кетті. Көрдіңіз бе аға, менсіз мына іліңіз түк істей алмайды. Айтпақшы, ол сенде шаруаң бар дейді ғой. Біліп тұрмын, елді жағдай. Өзі бір ақылдаған жақсы адам. Көңілін қалдырмасаңшы. Ол менің баламды Артекке, ал мен оның баласы. Баласы емес, жақын інісі. Мен оның ісін оқуға түсірім керек. Саған түсір деп тұрған кім бар? Саған жиірек айтуға ұялып жүреді. Көңілін қалдырмасаңшы. Болмайды. Сен мұнда іске араласпа. Сен бұл түрімен дос жараныңды айырасың. Сол үшін айырысатын достың маған керегіне шамалы. Ал мына кісіге не жауап бересің? Аға, сіз ренжімеңіз. Мен балаларды жатақханаға орналастырып берейін. Бірақ оқуға түсуге көмектесін. Ал бірақ қалған қолымнан келмейді. Қолымнан келмейді? Сенің қолыңнан келмейді, мен қолымнан келе ме? Bu қай сөзің? Япырай, қолымнан келмейді дегенді сізге қалай түсіндірсем? 3 емес, 10 емес, 100 баланы да түсіре аламын. Бірақ оның барлығы қылмыс. Оның барлығы қазір менен ректордан басталса. Қалғандарын қайтпекпін. Қой айналайын. Бұны маған айқайлап түсіндірмей-ақ қой. Құдай алдымнан жарылғасын. Кеттім. Дөкейінім деп саған сеніп жүрсем, қолымнан келмейді дейді ғой. Саған ерекістейінде 3 баланы Шымкентке түсірем. Жақыннан жат жақсы. Аға, тоқтаңызшы аға. Түсінбедім. Сен енді өз туыстарыңды күле үзе бастады. Туыстық мейірімді сөйтіп сатып аламын ба? Әркім өз басына бейт. Мұна тұрған сенде. Менің жасалғанша. Ешқандай да Артектің керегі жоқ. Бала өз достарымен кете берсін. Мынау енді ұят қой. Ойлашы, мынадай мінезбен тұрған адамдармен жай қарым-қатынастан айырыламыз ғой. Жарайды. Сен ешкімге барма, ешкіммен ештеңе өтінбе, қызмет бағында пайдалан. Бәрібір әйтеуір бір адамдармен араласпауымыз керек емес пе? Бұл күнделікті өмірдің бұлтартпас талаптары, күйеу, ректор екен деп. Сен маған лекция оқуға келдің ба? Сыртта адамдар болды. Бұның бәрін неге айтасың? Бар, аурухана. Мен қайтайын айтпақшы. Базарға да соғым керек еді. Ауруханадан шыққан соң саған хабарласамын. Айтпақшы. Ала ғой, түсікасыңа. Жақсы. Жақсы. Биылғы жылы «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында жалпы халықтық оқуға тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 кітап ұсынылды. Жазушы-драматург Дулат Исабековтың 7 желкен жинағы осы 30 кітаптың қатарында. Бұл еңбекте гуманизм, адамдар бойындағы ізгі қасиеттер, жеке тұлғалар тағдырына құрылған пьесалар енгізілгені белгілі. Осы орайда Саран қаласы орталық қалалық кітапханасының парасат жолы орталығында өскелең ұрпақтарға әділдікке, парасаттылыққа тәрбиелеу мақсатында тау тұлғалы қаламгер Дулат Исабековтың ректордан қабылдау күндері атты пьесасы сахналанды. Бақыттың мәні парасаттылықта деген екен ұлы ойшыл Әл-Фараби. Ал бақытты болуға әрқайсымыз лайықсыз. Өз бақытымыз өз қолымызда екенін ұмытпаңыз.